Сәлем достар, бүгін сіздермен күрішті шашырап пісірудің жолын айтатын боламын. Ең алдымен күрішімізді 4-5 рет крахмалын кетіріп жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды салып, күрішімізді 5-10 минуттың арасында жақсылап тұрып, араластырып қуыратын боламыз. Мен 3 кесе күрішті қуырып жатқаннан кейін үстіне 6 кесе суды құятын боламын. Күрішпен суды өлшеген кезде оны 1 кесемен өлшеп алыңыздар. Әртүрлі кеселерді пайдаланбаңыздар. Қуырып алғаннан кейін осылай суын құйып, бетін жауып, отта пісіреміз. Осылай бір қолдап жатқан кезде астын баяу отқа қойып қоясыздар. Сол кезде өз бабымен әдемі болып шашырап пісетін болады. Міне күрішіміз әдемі болып, шашырап күшті болып пісіп шықты. Кез келген тамаққа гарнир ретінде ұсына берсеңіздер болады. Күрішімізді осылай кесеге салып, тарелкаға төңкеріп ұсына берсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыр.